Көжектер. Жаздың бір күнінде үрпек пен үркек қатты ыстықтайды. Ағаштың көлеңкесіне жайғасып алып, олар салқын суға шомылуда армандап жатты. Мен сиқыршы болсам, осы жерде көл жасар едім. Ал мен өзен ағызар едім. Білесің бе, орманның арғы жағында теңіз бар. Ондағы аралда сиқыршылар мектебі бар деп естігенмін. Онда аралға барып, сиқыр үйреніп келейік. Алақай, арал көріп тұрмын. Ой! Hoş geldingler köjekler. Бұл сиқырлы арал. Таныс болайық. Мен аралдағы бас сиқыршамын. Сиқыршы? Алақай, таптық! Мен сиқыршыны бірінші рет көріп тұрмын. Қандай сиқыр жасай аласыз? Ой! Жайғасып отырыңдар. Сиқырымызды арал қонақтарына арнаймыз. Тағы көрсетіңізші. Тамаша! Менің де сиқыршы болғым келеді. Иә, Ағатай. Жарай, үйретейін. Алақай, менде сиқыр шықты. Ей! Енді біз де сиқыршы болдық. Енді үзіліс жасайық. Мен сиқыршылар мектебіне барып келгенше, сендер күте тұрыңдар. Үрпек, мынау сиқырлы сандық па? Иә. Онда сиқыр жасайтын құралдар болу керек. Үркек абай бол, бізге әлі көп жаттығу керек. Міне, қазір мен мына үлкен ағашты кішкентай гүлге айналдырам.
Сыйқыр, мыйқыр. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Məni ağaçda da sındırıb aldıq. Uyat buldu. Сиқыршы ағай, мына таяқшаңызбен сиқыр жасаймыз деп ағашты сындырып алдық. Шынарсыз шәкірттерім, ай! Ақ! Керемет. Жақсы сиқыршы болу үшін көп еңбектену керек. Әр қашан ерінбей еңбек етуге уәде бересіңдер ме? Я уәде береміз. Онда сендерге мына сиқырлар кітабын сыйға тартамын. Бұны оқысақ, алаңқайымызға көл жасай аламыз ба? Жоқ, айналайын. Ол үшін сиқыр емес, ғылым үйрену керек. Ата-анамыз уайымдамай тұрғанда, үйге жетіп алайық. Онда сәт сапар тілеймін. Сау болыңыз, сиқыршы ағай! Сыйлығыңызға рахмет. Осылайша көжектер тілектерінің орындалу үшін сиқыр емес, еңбек пен білімнің қажет екендігін түсінді.